Армысыздар. Бүгінгі тақырып табысты болудың 5 құпиясы және қазақстандық миллиардер кәсіпкерлердің кеңестері. Бұл видеода табысты кәсіпкерлердің жетістікке жету жолдары, тәжірибесі және мотивацияларын айтып беремін. Парақшама тіркеліп алыңыздар. Ең бірінші құпия ол жоспарлау және мақсат қою. Қазақстандағы табысты кәсіпкерлердің бірі Михаил Ламатадзе. Ол бизнесін бастамас бұрын әрбір қадамын мұқият жоспарлағанын айтты. Оның сөздері: мақсат бағытқа тең. Егер бағытты білмесеңіз, жетістікті де таба алмайсыз. Өз өміріңізде нақты өлшенетін мақсаттар қойып, жетістігіңізді кезең-кезеңімен бақылаңыз. Екінші құпия: білім мен дағдыға инвестиция жасау. Кәсіпкер Айдын Рахымбаев білімнің маңыздылығын ерекше атап өтеді. Ол Гарвард бизнес скулдағы курстарға қатысып, әлемдік тәжірибені меңгерген. Қазіргі заманғы курстар мен кітаптарға уақыт пен қаражат жұмсаңыз, жаңашыл болу кәсіпкерліктің маңызды құпияларының бірі. Үшінші құпия: сәтсіздіктерден қорықпау және табандылық. Forbes Қазақстан тізімінде тұрған Мұхтар Манкеев өзінің алғашқы 2 бизнесін жауып, 3-ші жобасында ғана жетістікке жеткенін мойындады. Оның айтуынша, сәтсіздік жолдың бір бөлігі. Бұл бізді күшейтеді. Әр сәтсіздікті тәжірибе ретінде қабылдап, қайталанбас қателіктерден сабақ алыңыз. 4-ші құпия: жаңа мүмкіндіктерді көру. Ерлан Оспанов ауыл шаруашылығында инновация енгізіп, нарықтағы үлкен олқылықтарды жапқан. Оның сөздері: қиындық мүмкіндікке тең. Біз бұл мүмкіндіктерді көріп үйренуіміз керек, дейді. Қай салада болмасын, басқа адамдар байқамаған шешімдерді іздеңіз. Бұл сіздің артықшылығыңыз болады. 5-ші құпия: адамдармен дұрыс қарым-қатынас орнату. Кәсіпкер Нұрлан Смағұлов өзі жетістігін дұрыс серіктестерді таңдай білумен байланыстырады. Ол жақсы команда табыстың жартысы, дейді. Желіні кеңейтіңіз, дұрыс орта қалыптастырыңыз. Ұзақ мерзімді серіктестер мен достық қарым-қатынастар сіздің бизнесіңізді жаңа деңгейге шығарады. Сонымен, табысты болудың 5 құпиясын атап өттік. Жоспарлау, білімге инвестиция жасау, сәтсіздіктерден сабақ алу, мүмкіндіктерді пайдалану және адамдармен дұрыс қарым-қатынас орнату. Егер бұл кеңестер пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдырыңыз және біздің арнаға жазылыңыз.